Қайырлы күн достар, сіздермен Баян. Бүгін біз талқаннан жент жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: талқан, сары май, шекер және мейіз қажет болады. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды талқанның үстіне қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің майымыз ол бөлме температурасына еруі қажет, газға ертпейміз. Сары майымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне қантымызды қосамыз. Ол жерде мейіз қоспау өз еріктеріңізде. Мейіз қоспай жасаса да жентіміз өте дәмді болып шығады. Мен аздаған мейіз қостым. Мейізіміз талқанға жақсылап сіңуі қажет, яғни біздің қолмен араластырып аламыз. Мен бірінші құрт пішінді етіп істедім. Әртүрлі формаға келтіріп істеуге болады. Екінші дөңгелек етіп істедім. Бұл жент қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Сіздің отбасыңызға өте қатты ұнайды. Және ұзақ уақытыңызды алмайды. Істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Қалған жентімізді ыдысымызға құйып, морозникке 1 сағатқа жібереміз. Бетін тегістеп, жақсылап бетін әдемілеп аламыз. Егер менің каналым ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. 1 сағат морозникте тұрған жентімізді 4 бұрышты формаға келтіріп кесеміз. Дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен болған Баян, назарларыңызға рахмет. Ас болсын!